Хабар агенттігінің тапсырысы бойынша Джейвис ұсынады. Алып Алтай, о түркінің алтын бесігі армысың? Жер баққан сенің жауабың бар шығар, ел баққан менің жауабым әзір жоқ. Бола ма? Ол да беймәлім. Жұрт мені Бекзада қартсың дейді. Дәйірі осы бекзадалық болса, менің қанымда болар. Сол үшін текті бабама зор құрмет пен дұға. Мөңкөбейдей аузы дуалы абыздың, бұқардай бұрқасынның айтқаны, айнымай келген заман болды. Дей тұрғанмен, келер зауалдың дауасы да болар, әмбесінде. Қарталтайым бұл зауалды тұсаудың бір жолы. Болмыс бітімдегі бекзадалық дейді. Қазіргі жұртта кем болып жатқан дүнияның бірі осы болса керек. Бала бола жүрі, тегіне тартады. Булығы өспесе, тектіден тәлім алса, артық кетіп асқақтамай, тым иіліп жасқақтамай өссе, ақ пен қараны ажыратқан бозбала болып, жігіттік от дәуренге аяқ басады. Өйттің екен, көп көрім көтерілген еңсең, еңкіш тартық қалады. Ал еңсеңді еңкейттің екен, оның тіктелеуі қиын. Жау жеңетін жігіт жарағынан, дау жеңетін жігіт талабынан танылса, онда ол ердің сойы болмақ. Ол ер шеруде ерінбейді. Осы жиған қасиетіңе қанымен келген бекзада болмысы қосылса, мұқым жұрт басына көтерген абыздың жолға түсір. Ал абыздың асқарынан астың екен, әр сөзіңмен ісіңе жауап бер. Салғырттық таныттың екен, сол сәтте шалға айналып, шалқаңнан сөзін. Тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады. Тектілердің тұяғы таңдайды құс қияны. Шын тектілер халық үшін өлімге басын қияды. Жақсы жаман деместен жанына жұртын жияды деген. Тегі тереңде жатқан Алтай, ұрпағым тегіне тартса, жаман болмас деп күңіренеді. Бекзадалық менің болмысым болса, асыл текті тегіне тарту. Бұл қазақтың қасиеті. Жартасқа бардым, күнді айғай салдым, онан да шықты ау жаңғырық. Есетіп үнін, білсем деп жөнін, көп іздедім қаңғырып. Баяғы жартас, сол жартас, қаңқы түкті байқамас.